Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мотоциклге магнитофонды қалай жалғау керектігін көрсете кетпекпіз. Міне бұл көп қолданылатын магнитофонымыз. Бір жағы сигнализация ботта жұмыс жасайды. Жалғау жолы өте қарапайым. Ал қазіргі кездегі мотоциклдерге де мынандай тоқ сымдарын қалдырып кететін болды. Бұл біздерге жаңағыдай магнитофон қоюға, телефон зарядка қоюға, және де басқа қосалқы жарық лампочкалар қоюға өте ыңғайлы. Енді мынау жаңағы магнитофонымыз. Мен флешка салып қойдым. Мынау бізге қажеті жоқ қазірше. Мынау қосалқы колонканікі. Бізге қажеттісі қара мен қызыл. Енді бізге мотоциклден қажеттісі мына қызыл тоқ, қара тоқсын, және мына жасыл. Жасыл енді масса, осы мотоцикл ремонты басталғалы бері айтып келе жатырмыз. Осы каналға тіркелген кісілердің барлығы біледі. Енді бұған бірден осы қараны жалғап қояйын. Енді мұндағы қызыл тоқсымды қызылға жалғаймыз ба мотоциклдегі, әлде қараға жалғаймыз ба? Осы екеуіндегі фарқын сіздерге айта кетейін. Егер қызылға жалғайтын болсақ, бұл магнитофонымыз үнемі қосулы тұрады. Және сигнализациясы дұрыс жұмыс жасайды. Егер қараға жалғайтын болсақ, ол тек кілт қосылған жағдайда ғана жұмыс жасайды. Екеуінің фарқы былайша айтқан кезде, егер сигнализациясын істетем дейтін болсаңыз, онда қызылға жалғайсыз. Ал егер тек қана музыка тыңдау үшін ғана қолданатын болсаңыз, онда қараға жалғағаныңыз дұрыс. Өйткені ол тек кілт қосылған жағдайда ғана жұмыс жасайды. Енді мен сіздерге барлығын көрсету үшін алдымен қызылға жалғап көрсетейін. Міне мынау алыстан басқаратын құрылғы. Alarm on. Қазір сигнализациясы қосылды. Мен енді бұны ақырын қозғасам, сигнализациясы жұмыс жасай бастайды. Don't touch the car. Don't touch the car. Don't touch the car. Енді тағы да car. қозғайтын болсақ, айқайлап жоғалады. Alarm off. Сигнализациясы өшті. Бірақ бұның магнитофоны қосылып тұрады. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth'ге қосылды. Енді Music. флешкаға қосылды. Енді мынау өшірдім. Енді сіздерге қараға жалғап көрсетейін. Қараға жалғадық. Енді бұның сигнализациясы мүлдем істемейді. Мына алыстан басқаратын құрылғыда мүлдем жұмыс жасамайды. Тек кілт қосылған жағдайда ғана жұмыс жасайды. Мен қазір кілтін қосайын. Қосылды. Alarm on. Енді сигнализациясы жұмыс жасайды. Енді мен оның сигнализациясын Alarm off. өшіре салайын. Мына кнопка арқылы бұның музыкалары қосылады. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth қосылды. Music. Флешка қосылды. Тағы бір бассам. Тез бассам өшеді. Енді біраз басып тұрсам, кейдесі
программаға ауысады. FM tenor. Тез бассам өшеді, біраз басып тұрсам. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth қосылды. Енді тағы біраз басып тұрсам. Music. Музыкаға өтеді. Қуған алған суға барған сұлуымды сағындым. Дауыстың азайтып көбейтетіні. Сырғаланған қуған арман құлынымдай сағындым. Power off. Өшті. Қызыл мен қараның қайсына жалғау, жаңағыдай өзіңіздің қажетіңізге байланысты. Жалғап болғаннан кейін бұл магнитофонды қай жерге қоясыз, тоғыңыз жеткен жерге апарып қоя беруіңізге болады. Тек мына бетті мүмкіндіктің барынша төменірек қарап қойғандарыңыз дұрыс. Судан сақтану үшін сонда ғана бұл ұзақ уақыт жұмыс жасайтын болады. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.